Барлықтарыңызға қайырлы күн. Көбісі білмей жатады, үй кезегіне тұрғаннан кейін қалай қараймыз дейді үй кезегін. Қолында компьютері жоқ, ноутбугі жоқ кісілер үй кезегін қарай алмайды. Мінекей Google-ға кіреміз. Осылай телефонның Google-на кіреміз. Мінекей egov.kz деп жазып, войти батырмасына үлкейтсеңіздер, осылай. Ең жоғарысында войти деген батырма тұр. Осыны басамыз. Сосын одноразовый пароль деп жазамыз. Осы одноразовый парольге иіндеріңіз жазасыздар. Сосын телефон номеріңіз жазасыздар. Астындағы войти в систему дегенді басқаннан кейін сіздерге 5 минуттың ішінде код келеді. Сол кодты мына жерге жазасыздар. Менің парақшама жазылуды ұмытпаңыздар. Подписаться батырмасын басып, және достарыңызға жіберіңіздер. Тағы да керекті видеолар шығарып отыратын боламын. egov порталына кірдік. Төменге қарай жылжимыз. Мына жерде төменгі жағында ашып қараймыз, үлкейтіп. Просмотр очереди деген тұр. Осыны басамыз. Мінекей, сіздің үй кезегіңіз жоқ болса, осылай қызыл болып шығады, нет данных деп. Егер үй кезегінде тұрсаңыз, сіздің кезегіңіздің номері көрініп тұрады. Жақсы сау болыңыздар. Көп рахмет.